Сәлем, бұл математика нөлден бастап курсы 4-ші сабақ. Бүгін өтетін тақырыбымыз жай бөлшектерді және аралас сандарды салыстыру. Ендеше бірінші өтетін тақырыбымыз жай бөлшектерді салыстыру. Біз жай бөлшектерді салыстырғанда 3 топқа бөлеміз. Бірінші, бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстыру. Екінші, алымдары бірдей бөлшектерді салыстыру. Үшінші, бөлімдері де алымдары да әртүрлі бөлшектерді салыстыру. Ендеше бірінші, бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстыру. Бөлімдері бірдей екі бөлшектің қайсысының алымы үлкен болса, сол бөлшек үлкен. Немесе қайсысының алымы кіші болса, сол бөлшек кіші. Ендеше мына тұрған бірінші мысалға назар аударайық. 3-тен 2 және 3-тен 1. Алымы дегеніміз осы бөлшектің жоғарысында тұрған сан. Бұл бірінші бөлшекте алымында 2 тұр, екінші бөлшекте алымында 1 тұр. Қайсысы үлкен? 3-тен 2 деген бөлшек үлкен. Себебі осы бөлшектің алымында 2 тұр. Келесі мысал, 7-ден 2 және 7-ден 5. Бұл жерде 7-ден 5 деген бөлшек үлкен. Келесі үшінші мысал, 8-ден 3 немесе 8-ден 1. Алымдарында тұрған 3 үлкен, сондықтан 8-ден 3 деген бөлшек үлкен болады. Ендісе екінші, алымдары бірдей бөлшектерді салыстыру. Бұл жерде енді керісінше, алымдары бірдей екі бөлшектің қайсысының бөлімі кіші болса, сол бөлшек үлкен. Немесе қайсысының бөлімі үлкен болса, сол бөлшек кіші. Бірінші мысалға назар аударайық. 5-тен 3 немесе 8-ден 3. Бөлімдері дегеніміз осы бөлшектің астында тұрған сан. Бөлімдері кіші бөлсек үлкен болады. Бізде 5-тен 3 немесе 8-ден 3. Бұл жерде бөлімде 5 тұр, келесі бөлшектің бөлімінде 8 тұр. Қайсының бөлімі кіші? 5-тен 3-тің бөлімі кіші. Сондықтан 5-тен 3 деген бөлшек үлкен. Ереже бойынша. Келесі, 4-тен 3 деген бөлшек кіші, үлкен. Үшінші мысалда, 14-тен 9 немесе 11-ден 9. Бұл жерде қайсысы кіші бөлімдері? 11-ден 9 деген бөлшек үлкен болады. Себебі оның бөлімі кіші. Келесі, бөлімдері де алымдары да әртүрлі бөлшектерді салыстыру. Бұл жерде бірінші мысалға назар аударайық. Мына жерде тұрған бірінші бөлшектің алымы мен екінші бөлшектің бөлімін көбейткенде және келесі бөлшектің алымы мен бірінші бөлшектің бөлімін көбейткенде тең болса, онда бұл екі бөлшек тең. Мына жердегі мысалға назар аударайық. Бұл жерде 5-тен 2 және 10-нан 4 деген екі бөлшек берілген. Енді бірінші бөлшектің алымында тұрған сан 2, екінші бөлшектің бөлімінде тұрған сан 10. Екеуін көбейтсек 20. Және келесі теңнен кейін. Енді екінші бөлшектің алымы 4, бірінші бөлшектің бөлімі 5, екеуін көбейтсек 20. Онда бұл екі бөлшектің мәні тең деген сөз. Келесі мысалға назар аударып көрейік. Екінші мысал. Енді бірінші бөлшектің алымы мен екінші бөлшектің бөлімін көбейткенде үлкен болса, бұл жерде бірінші бөлшегіміз үлкен деген сөз. Мысалға назар аударайық. Бұл жерде бізге мысалда 7-ден 3 және 9-дан 2 деген екі бөлшек берілген. Мына жерде. Енді бірінші біз екі бөлшекті көбейтіп көрейік. То есть бірінші бөлшектің алымы мен екінші бөлшектің бөлімін және екінші бөлшектің алымы мен бірінші бөлшектің бөлімін. Көбейткенде x қылып көбейткен кезде 3-ті 9-ға көбейтсек 27. Келесісін көбейтсек 2-ні 7-ге көбейтсек 14. Қайсысы үлкен? 27 үлкен. Яғни бізде бірінші бөлшегіміз үлкен деген сөз. Осылай көбейткен кезде үлкен болса, онда бірінші бөлшегіміз үлкен. Ал енді керісінше осылайына көбейткен кезде x-тің екінші жағын көбейткен кезде үлкен болса, онда екінші бөлшегіміз үлкен деген сөз. Бұл бізде үшінші мысалда көрсетілген. Үшінші мысалда, яғни екінші бөлшектің алымы мен бірінші бөлшектің бөлімін көбейткенде үлкен болса, онда бізде екінші бөлшегіміз үлкен. X-тің бірінші жағын көбейткенде үлкен болса, онда бірінші бөлшек, X-тің екінші жағын көбейткен кезде үлкен болса, онда екінші бөлшек үлкен деген сөз. Мысалда қарастырайық, астындағы сол кезде түсінікті болады. Мысалда 4-тен 3 деген бөлшек үлкен ба, 6-тан 5 деген бөлшек үлкен ба? Бірінші екеуін X түрде осылай көбейтіп көрейік. 3-ке 6-ны көбейтсек 18, 4-ке 5-ті көбейтсек 20. Бізде қай ереже болып тұр? 20 үлкен, сондықтан 20 деген қай кезде шықты? Бізде x-тің екінші бөлігін көбейткенде шықты. Бұл бізде үшінші мысалға келеді екен. Яғни бізде 6-дан 5 деген бөлшегіміз үлкен. Екінші мысалды көрейік. Онда 5 көбейту 18, 5-ті 18-ге көбейтсек 40,
4-ті ойда 5-ке 4 қосса 90. Бұл бізде 5 және 18-дің көбейтіндісінде. Келесі, енді 12 мен 7-ні көбейтіп көрейік. 12 мен 7-гі көбейтсек так 14, 7, 8, 84. Қайсысы үлкен? 90 үлкен. 90 бізде қайдан шықты? X-тің бірінші сызбасын сызғанда шықты. Яғни 5 пен 18-ді көбейткенде шықты. Бұл бізде қай мысалға келеді? Екінші мысалға келеді. Бұл жағдайда бізде бірінші бөлшегіміз үлкен. Келесі мысалға отырайық. Үшінші мысал. 2-ден 1 немесе 9-дан 4. Қайсысы үлкен? Бірінші осылайынан көбейтеміз. 9-ға 1-ді көбейтсек 9. Келесі 2-ге 4-ті көбейтеміз. 2-ге 4-ті көбейтсек 8. Қайсысы үлкен? 9 үлкен. Ол қайдан шықты? Ол бізде бірінші бөлшектің алымы мен екінші бөлшектің бөлімін көбейткенде шықты. Ол бізде тоже екінші мысалға келеді. Онда бізде бірінші бөлшегіміз үлкен. Келесіні дәл осылай көбейтеміз. Келесі өтетін тақырыбымыз аралас сандарды салыстыру. Бізде аралас сандарды салыстырған кезде қай бөлшектің бүтін бөлігі үлкен, сол бөлшек үлкен. Бүтін бөлік дейміз осы алдында тұрған сан. Бұл жерде 3 үлкен ба, 2 үлкен ба? 3 үлкен, сондықтан бізде осы 3,7-ден 1 деген бөлшек үлкен болады. Аралас сандар салыстырған кезде, яғни бірінші бүтін бөліктері салыстырады. Осы 3, 2 деген алдындағы. Ал егер бүтін бөліктері бірдей болса, онда осы сияқты бөлшектерді салыстырамыз. Немесе бөлімдері бірдей, алымдары бірдей бөлшектер салыстырдық қой. Дәл сол сияқты салыстырамыз, егер бүтін бөліктері бірдей болса. Бүтін бөліктері бірдей емес болса, онда сразу белгілей саламыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер.